ол адамның ой санасы бір көлшік сықылды. Оған міндетті түрде су ағып кіру керек және су ағып шығу керек. Табиғаттың заңы бойынша. Егер ол көлшікке таза су өзен болып ағып келмесе, не өзен болып бұлақ болып ағып шықпаса, ол көлшік тұра қайтеді, сасиды. Оған жаңағы қыбырлаған, жыбырлағандардың бәрі үйір болады. Міне. Оның ойы ластана береді. Мындай сөз бар ғой қазақта. Қазанда не болса, қасыққа, не шөмішке сол ілінеді дейді. Адамның жан дүниесінде қандай ой, қандай тазалық болса, сондай таза дүниелер оның аузынан шығады. Оның іс-қимылдарынан көрініп тұрады. Ал адамның жан дүниесі лас болса, кітапта сіз осы табысқа жеткізетін және табысқа жеткізбейтін ойлау жүйесі жайында айтып өткен едіңіз. Енді мен сізден сұрарым, осы адам бойына табысқа жеткізбейтін қандай қасиеттерді айтар едіңіз? Өте жақсы. Қасиеттерден біздер Аллах болуымыз керек. Өте жақсы. Адам баласы өмірге келгеннен кейін ол белгілі бір ортада өседі. Ол жақсы орта болуы да мүмкін, немесе нашар ортада болуы мүмкін. Қалай болмасын, адам баласы белгілі бір ортаның жемісі, өнімі деп айтуға болады. Сондықтан адам баласы өзінің ұшқан ұясы, қоршаған ортасы, алған білімі негізінде өзінің танымын қалыптастырады. Адамдық таным деген нәрсе өте маңызды. Себебі адамның танымының көкжиегі әр алуан. Біреудің таным көкжиегі кең, біреудің танымның көкжиегі өте тар. Сондықтан олар кез келген мәселеге байланысты, өмірдегі сұрақтарға байланысты, кез келген адамдармен болған қарым-қатынасқа байланысты, жалпы кез келген сұраққа байланысты олар өзінің қалыптастырған танымы бойынша қарайды. Былайша айтқанда, өзінің танымын стандарт етіп, өлшем етіп, бүкіл дүниені сонымен қарайды. Егер өзінің жаңа көрген білген танымы негізінде жасаған дүние танымы бойынша қарайды, соған сай келетін болса, қабылдайды, оған сай келмейтін болса, қабылдамайды, қарсы шығады. Сондықтан адамның танымы өте маңызды. Ал адамның танымына не әсер етеді? Адамның танымына әсер ететін факторлар жаңа айтқандай, өскен ортасы, жасаған кезеңі, уақыты, айналасында қоршаған достары, оқыған кітабы, алған ақпараты, міне осындай дүниелер әсер етеді. Сонымен бірге адамның өзінің Құдай берген табиғатынан қалыптасқан мінезінің де әсері болады. Мінезінің де әсері болады. Жалпы адамның мінезі ол табиғаттың берген сый деп қабылдауға болады. Мысалы, сәл тақырыпты кеңірек айтатын болсақ, жер шары үлкен айналыс жасайды. Күнді айналу барысында ол 360 күн шамасында бір жылда күнді бір рет айналып шығады. Осы барысында ол шоқ жұлдыздардың айналып өтеді. Әрбір шоқ жұлдызға шамамен 27-30 күн шамасында уақыт кетеді. Былайша айтқанда, әрбір шоқ жұлдызды бір ауыл деп есептейтін болсақ, жаңағы жер шары қонақ болып, сол ауылдың басынан кіріп, аяғына шыққанға дейін, сол 27-28-30 күн шамасында уақыт кетеді. Міне осы табиғаттың заңдылығы не сондай, осы шоқ жұлдыздарға бүкіл ерекшеліктер, сипаттар шоғырланған. Сол уақытта өмірге келген, сол уақытта бойға біткен балалар әненде сондай мінездерді, ерекшеліктерді бойына ала бастайды. Сонымен бірге оның атасынан, әкесінен, ана жағынан келетін гендік қасиеттер тоғысады да адамның мінезінің негізін құрайды. Одан кейін жаңа айтқандай өскен ортасы, жасаған дәуірі, көргені, айналасындағы достары, оқыған дүниелері ол адамның толық мінезін қалыптастырады. Біз мынау рухани кеселдер деген бар. Рухани кеселдерге қызғаншақтық, іштарлық, біреуді көре алмау, кекшілдік, жаңағы жалпы адам баласының өрлеуіне
дамуына кедергі болатын осындай бір аурулар болады. Иә. Былай қарасаң адам сап-сау, бірақ рухани жақтан ауру. Біреуді көре алмайды. Досы бір жақсы көлік алатын болса, оған іш тарылады. Бірден оның санасына, бұл қайдан алды бұл көлікті? Әкесі алып берді ғой. Болмаса төркіні, әйелінің төркіні көмектесті ғой, дейді. Бір жақсы үй алатын болса, оған да солай күмәнмен қарайды. Бірінші кезекте ондай адамның басына қараңғы, көлеңкелі, күмәнді ойлар сап ете түседі. Мына досым өзінің адал еңбегімен алды ғой деген ой келмейді. Ыңғай көлеңкелі ой алдымен келеді. Міне осындай адамдар біз рухани аурулар дейміз. Бірақ олар өздерін білмейді. Сондықтан рухани аурулар осы адамдардың табысқа жетпеуіне, өмірде жолы болмауына үлкен тосқауылдық жасайды. Бірақ оны ол адам біліп жатпайды. Мен де толықтай сіздің айтқаныңызбен келісемін. Өйткені менде естіген іштарлық у секілді дейді. Адамның ішінде ол у болса, онда ол адамды өлтіреді. Мен ойлап жоқпын бұны табысқа жеткізбейтін қасиеттердің бірі деп, бірақ жалпы адами тұрғыда даму үшін іштарлықтың. Дұрыс айтасыз. Мысалы, табысқа жеткен адамдарды қарасаң, мен әрбір саладан өзім. Ол адамдарда үлкен бір ерекшелік болады. Ол адамдарға көмектесуге дайын тұрады. Өйткені ол өзі қалай табысқа жетті, соны елмен бөліссем деген ой болады. Бұл табысқа жеткен адамдардың бойындағы ең үлкен қасиеттің бірі. Ал табысқа жетпейтін адам, ол өзім дегеннен аспайды. Ол өзім деген адам, мысалы, жұмылған жұдырық қылды. Сен қолың жұмып отыр, ештеңе түссе ме, алақанға түспейді. Алақанды ашу керек. Сонда алақанға түседі. Ана адам өзінің жан дүниесін жұмып алған жұдырық қылды. Ешкімге ашылмайды, ешкімге ештеңесін бергісі келмейді, және ешкімнің ештеңесін қабылдағысы келмейді. Бағанағы айтқандай өзінің таным шеңберіне мықтап бекіп алған. Одан шыға алмайды. Оған сен мына кітапты берсең, ол оқымайды. Жақтырмайды. Айтқан ақылыңды тыңдамайды. Әкесі айтады, досы айтады, жар айтады, бәрібір кірмейді оған санасына. Өйткені ол сол өзінің шеңберін мықтап күзетті қойып бекітіп алған. Басқаларды кіргізбейді, не өзіндегі барды басқаға бөліспейді. Содан кейін айтады, адамдар мені түсінбейді. Мен адамдар түсінбей қор болып жүрмін дейді. Шын мәнінде ол елді түсінбейді. Адамдардың, мынау табысқа жетпейтін адамдардың бір қызық жері, олар өздерін басқалар мені түсінбей жүр деп санайды. Ол ашылмаса, ел оны қалай түсінеді? Елмен пікір алмаспаса, орта ой қозғамаса, қалай түсіністік қалыптасады? Дұрыс па? Демек, алмасу керек. Алмасу керек, міндетті түрде. Ол адамның ой санасы бір көлшік сықылды. Оған міндетті түрде су ағып кіру керек, және су ағып шығу керек. Табиғаттың заңы бойынша. Егер ол көлшікке таза су өзен болып ағып келмесе, не өзен болып, бұлақ болып ағып шықпаса, ол көлшік тұра қайтеді, сасиды. Оған жаңағы қыбырлаған, жыбырлағандардың бәрі үйір болады. Міне. Оның ойы ластана береді. Мынай сөз бар ғой қазақта. Қазанда не болса, қасыққа, не чөмішке, сол ілінеді дейді. Адамның жан дүниесінде қандай ой, қандай тазалық болса, сондай таза дүниелер оның аузынан шығады. Оның іс-қимылдарынан көрініп тұрады. Ал адамның жан дүниесі лас болса, оның аузынан боқтық үзілмейді. Жаман сөз үзілмейді. Ал әрекеті анайы болады, дөрекі болады елмен. Сыпайылық қарым-қатынас жасамайды. Көрініп тұрады.